Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым. Енді мен бүгін сіздерге айтайын деп отқаным, құрақты құрауын кез келген адам құрай береді. Қазір не көп, инстаграмда көп, ютубқа кірсеңіз ода да көп, гуглдан сұрасаңыз, қандай құрақ сұрасаңыз да ол да шығып тұрады. Кез келген жерден адам үйреніп алуға болады құрақты. Енді құрақты құрауын құраймыз, бірақ соның құрақтардың ары қарай бір-бірімен біріктіруінің өзінің мәнісі бар. Соны сіздерге бүгін көрсетпекшімін. Мен әлі 2 жастығым бар. Солардан өзімнің тігіп отырып, білгендерімді бөлісе отырайын дедім. Мысалы, мен мына жерде қазір ою құраққа етіно құрақты біріктіріп жатырмын. Бұл жерде мынаған мән беріңіздер. Бұл құралған құрақтарыңыз ортадағы ою құрақпен бірдей шығу керек. Міне көрдіңіздер ме? Бірдей шығу керек, екі шеті бірдей болып. Сондықтан бұның артық жерлерін артық қалдырамыз. Жетпей тұрған жерлеріне бір-біріне теңестіріп жеткізуге тырысамыз. Міне қазір мен мысалы мына ою құрақтың екі жанын етіно құрағымды қойып алдым. Енді осының екі жағындағы етіно құрақтарды бір-біріне біріктіруіміз керек. Енді қанша адам бірдей қылып құраймын, бірдей өлшемде шығарам дегенмен, бұл құрақ болғаннан кейін біреуі үлкен, біреуі кіші, сондай не болып тұрады. Сондай шығып тұрады өлшемдері. Сол кезде жаңағы артығын сыртқа қарай есептемейтін жағына қарай шығарамыз. Кемдерін екінші жағындағы құрақпен теңестіреміз. Бұның да әртүрлі нелері бар. Соны сіздерге көрсете кетейін. Енді мен өзімнің тігіп жатқан дүниемнен сіздерге видео түсіріп отырғаннан кейін соның әрбір жаңағы не дейміз, әрбір қадамын сіздерге үйретуге міндеттімін ғой. Мысалы бар, құрап алады да соны бір-біріне біріктіре алмай, қисық қыңыр қылып отыратын да адамдар бар да. Мысалы, құрақтың өзі қисық шықпау керек, өте түзу шығу керек. Сол түзулікті қалай келтіреміз бір-біріне? Міне мысалы қараңыздар қазір. Ортадағы, мына екі шетіндегімен бірдей қылып қоямыз. Ортадағы мынау жебе құрағымыз сәл ұзындау. Оны артық жағына жібереміз. Бір-бірімен өлшеп отырып, бір-бірінің тігісін бір-біріне келтіре отырып, біріктірсеңіздер, үлкен құрақтарыңыз өлшемі дұрыс шығады. Құрақ деп атында тұр ғой бұның. Әр кусоктан құраймыз. Оюларды қырқып алып, оның оюларын жапсырып, оны тігеміз. Ол оңай дүние емес әрине. Ал біріктірудің өзі бұл да оңай емес. Міне қазір қараңыздар мен тіккенімді. Екі шетіндегі етіно құрақ, ана жебе құрақтың екі шетінде бірдей болып түсу керек. Міне мынаны да бірдей қылып аласыздар.
мен бір көзді құрап болдым. Болды, басқалары өзі тура келе салады деген ол ұғым дұрыс емес. Себебі барлық нәрсеге есеп керек, барлық нәрсеге өлшем керек. Оны өмірден де білесіздер өздеріңіз. Сол сияқты бұл құрақтың да өзінің қағидалары бар. Артық жерлерін кейін қырқып тастауға да болады. Енді кем болып қалса оған жалғау керек өзіңді үстес матасымен. О баста алдымен құрағыңызды, кішкентай бір көз құрағыңызды тігіп шыққан кезде, сол кезде шетінің өлшемі, шаршылардың өлшемі бір-бірімен тура болу керек, және бір құрақ көзге екінші құрақ көзіңізде өлшемі сәйкес келу керек. Ал енді оны оқтай қылып шығардым дегеннің өзінде болады 5 миллиметр, жаңағы болмаса бір 7 миллиметр, болмаса кейде 1-2 сантиметр артық кем болып қалуы әбден мүмкін. Сол үшін сіздерге мына бүгінгі құрақтарды құрастыруын мен бір көрсетіп алайын дедім. Мінекей, мысалы жеке-жеке ұқсап құрап аласыздар, бірақ бәрібір де бұның тігістерін бір-біріне келтіруіміз керек, және өлшемдері бір-біріне сәйкес келіп тұру керек. Қай жерде болса да біз мысалы есепті қолданамыз. Бұл құрақта да сонда есеппен тігесіздер, есеппен бір-біріне құрастырасыздар. Сонда барып бұл кәдімгі сіздің ойыңыздағыдай, сіздің қалағаныңыздағыдай өлшем шығарып ала аласыз. Міне қазір мына жерде мына жебе құрақтың өзінің шетіндегі нелерін бірдей қылып алуымыз керек. Мен қазір мына жерде бір артық жері бар екен, мына неде этно құрақта, соны кесіп алып тастайын. Қанша мен түзу тіктім, қанша мен есеппен тіктім десек де, осындай 0,5, 0,7, 1 сантиметрге дейін артық құртық жерлері болады. Міне қазір қараңыздар. Бұнда бер жағындағы көк этно құрақпен бірдей етіп алып, ортадағы ұзынды артықтау жіберіп, өлшеп тігіп аламыз. Осындай нелері болғаннан кейін, артық жіберетін жерлері болғаннан кейін, мен сіздерге осыны бүгін көрсетейін деп шештім. Мінекей қараңыздар, артық жерін кейін қырқып алып тастай береміз. Мынау жебенің өзі ортаға тура түсу керек, көрдіңіздер ма? Енді бұның ылғи да өздеріңізді, былайша айтқанда, тәрбиелеп, өздеріңізді не дейміз, анау сабырлыққа шақырып, өздеріңізді мына екі шетін кесіп тастаймыз, тиянақтылыққа үйрететін тірлік қой бұл, былайша айтқанда, түсінесіздер ма? Бұған тиянақты болу керек, бұған сабырлы болу керек құраққа, бұған шыдамдылық керек. Шыдамасаңыз бұл құрағыңызда сіздің тиянақсыз, шыдамсыз болатын болсақ, құрақ тура шықпайды, қыздар.
біздің апаларымыз, өмірден өткен әжелеріміз жаңағы ойланып сөйлеуді, сабырлы болуды, әр айтқан сөзін мәнді, мағыналы қылып айтатыны, осындай тірліктерді әжелеріміз көп істеген. Мен енді ақыл айтты демеңіздер, бірақ тура осы құрақ құрау саласында мен соны ұқтым өзіме соны түйдім. Мен негізі жас кезімнен құраймын бұны, қыз кезімнен құрағам, бірақ сол кезде мен бәрібір де асығыс, шала сондай істеген екенмін. Қазір ойланып отырсам, қазір енді мен асықпаймын, жүрегің тыныш, сосын өзіңнің ұнататын тірлігің болғаннан кейін шаршамаймын. Мінекей, ұнаса осылардың бәрін сіздерге үйретейін деп шештім. Ұнаса мынандай болып шықты. Мінекей, артықтарын кесіп алып тастау ол оңай. Ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, өз ойларыңызды. Каналымнан алыстамаңыздар. Әлде де көп құрақтың түрлерін үйрететін боламын.